Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге гуляш дайындаудың рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шықты. Және де мен YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қара есегімізді турап аламыз. Ірі-ірі қылып жақсылап турап алыңыздар. Етімізді осылай турап алсақ, пешімізді қыздыртып, жаңағы қуыратын қазанымызға шимай қосып қыздыртып, етімізді саламыз. Араластырамыз. Осылай қуыра бастаймыз. Әбден суын барлық таусылып, сарғыш түске енгенше жуамызды турап аламыз, көбік-көбік қып. Жуамызды қуырылып жатқан еттің үстіне осылай қосамыз. Тағы екеуін бірге қосып жақсылап араластырамыз. Қуыра береміз. Пештің қызуы әлі түскен жоқ, қатты қызуда тұр. Әзірге етті қуырып аламыз. Үстіне томат қосамыз. Тағы да араластырып қуыра береміз. Жақсылап қуырып аламыз. Үстіне тұз қосамыз. Специяларды қоса беріңіз, әртүрлі борыш, не қалай қосасыздар. Мен тек қана тұз ғана қостым. Енді осының үстіне су қосамыз. Пештің қызуын азайтып, бір жарым сағаттай ет жұмсақ болғанша пісіреміз. Енді біздің гуляшымыздың негізгі соусы осы ұн. Ұнды бірінші қуырып аламыз табада. Сарғыш түске енгенше күйіп кетпесін қыздар, иісі білініп қалады. Үстіне 200 мл су қосып араластырамыз. 200-300 мл су кетеді. Осылай араластырамыз. 1 сағат уақыт өтті, етім жұмсарып пісіп қалды. Үстіне осы соусымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бір қайнаған күтеміз. Осылай қою болып шығады. Қатты қою емес, средний қою. Бұдан да шамалы сұйық қылсаңыздар болады, үстіне су қосып. Маған осы не ұнады. Осындай. Ал менде гарнирге картофельный пюре, картопты пісіріп, үстіне сүт, сарымай, тұз қосып езіп аламын. Гарнирге мен осындай картофельный пюре қолдандым. Күріш немесе тағы рож қолдансаңыздар болады. Менде балалар жейтін болғандықтан картофельный пюре қолдандым. Мына пюреміз дайын болып қалды. Ыдысымызға салып, гуляшымызды құйып, дастарханға бере берсеңіздер болады. Ал біздің гуляш дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ас болсын, сіздермен бірге болған Айман.